Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен мен блогымда, яғни Данияға барып келгендегі путешествием бойынша бөлісетін боламын. Қалай болды, не болды деген секілді. Бірінші мен, яғни Астанадан ұшатын болдым. Астанадан Истанбул арқылы мен Данияға Копенгаген қаласына баратын болдым, астанасына. Бізді түнгі 2-3 кезі болғандықтан қатты шаршап тұрған кезім еді. Сонда да көңіл күйді түсірмей ары қарай жолға жөнелді. Осындай завтрактар береді бізде. Завтрак, обед барлығы осында ұшақта іштім барлығын, және ары қарай Истанбулдан күтіп отырдым. Мен өте үлкен аэропорт, ішінде өте ұзақ уақыт жүрдім. Мен 40 минуттай Данияға баратын жолды іздедім. Яғни 40 минуттан кейін ғана борт таптым, сол жаққа барып отырдым. Ас жанында бір отбасы болды, яғни 2 баласымен. Олардың барлығы Африкаға барып 10 күн бойы өздерінің демалыс күндерінде отбасымен бірге көмек беру мақсатында Африкаға барған екен. Мынау бізде, яғни Данияның өзіне келдік. Әлемдегі ең бірден-бір мемлекеттің бірі екен. Аэропорттың ішінде паркетті көруге болады. Және ары қарай маған олар көмектесемін деді отбасы, бірақтан мен өзім әйтеуір әркімнен сұрап, әрең дегенде пойызға отырып, ары қарай мен Копенгагендегі Адина деген отельге бара жатырмын. Яғни біраз жол екен. Мен ойладым, Нидерландыдағы Лейден сияқты кішкентай бір қала ма деп, бірақ Астана болғандықтан Копенгаген өте үлкен екен. Мен күтіп отырған кезде дефибриллятор, алғашқы көмек көрсету деген секілді аппараттарды көрдім. Маған өте таңғаларлықтай болды, себебі жай ғана қарапайым пойыздың ішінде болсын, көшеде болсын, осындай дефибрилляторларды көруге болады екен. Наконец-то жетті мотельге. Одан кейін Адина отеліне кірдік, яғни кірген кезінде бізге әрқайсымызға, яғни вузың атынан барғандықтан номерлерін берді. Әртүрлі мемлекеттен келген, тек қана вуз емес, басқа да ұйымдардан келген студенттерге барлығымызға бір қатардағы бөлмелерді берген болатын. Үшеуі өте эстетикаға толы, хюгге стиліндегі отель болды. Яғни өздеріңіз білетіндей, скандинавиялық мемлекеттер олар осындай хюгге, яғни тепло, уют деген мағынадағы мемлекеттердің бірі болды. Яғни шынында да маған да байқалды, Нидерландтан гөрі осы Дания, яғни Копенгаген өте сондай уютный, солай болып сезілді басқа европалық мемлекеттерге қарағанда. Және бұл жерде де Нидерланды сияқты транспорт ретінде велосипедті қолданады екен. Ары қарай мен Қырғызстаннан келген қыздармен бірге барлығымыз путешествовать ететін болдық. Негізінен мен ойладым, бір өзім ғана қаланы аралаймын ба деп, алайда олар келіп бірге аралайтын болдық. Мына жақта порттарды көрдік, яғни бұл үлкен теңіз, Балтық теңізі. Заводты түсіріп алған екенмін. Ол заводтың аты Амангербаке, яғни мусоросжигательный завод деп аталады. Ол 2013 жылдан бастап соғылған екен, 2017 жылы ғана соғылып аяқталған экопроекттердің бірі екен. Және 2025 жылы Дания ол ең таза, яғни биологиялық отходтардың барлығын қайта өңдейтін мемлекеттердің біріне жатады деген статистикада бар екен. Ары қарай біз Фредерик шіркеуіне бардық. Ол жерде архитектурасын барлығын көру мақсатында кіріп таныстық. Өте керемет архитектурасымен салынған екен. Келесі біз, яғни жаяу жүрдік, көбінесе жаяу барып Андерсеннің тұрған памятнигіне бардық. Негізі Андерсеннің памятнигі 2 жерде бар. Ол біреуі осы парктың ішінде, және екіншісі Тиволи деген парк бар, яғни развлекательный, сол жақтағы парктың сыртында тұр. Яғни бұл жерде Андерсенді неге қойған? Себебі Андерсен, біле білсеңіздер, дат ертегісін жазушылардың бірі. Розенборгқа да келдік. Розенборг ол бұрынғы даттық
корольдің резиденциясы болып табылады. Бальный зал, банкетный зал, королевский сад деген секілді бөліне берген. Ары қарай біз көшелер арқылы ең күшті Christmas Market деген бөлімге келдік. Яғни Christmas Market деген өте біз жаңа жылға қарсаңында барғандықтан ол жерде көптеген яғни жаңа жылдық сыйлықтар барлығы жасалынған болатын, ярмарка түрінде. Және сағат 3 болса да осындай қараңғыны көруге болады. Мынау бізде Нихавнда яғни бірнеше үйлер орналасқан, әртүрлі түсті. Яғни бұл ең Копенгагеннің даунтаун деп әдемі жер. Ол жерде Андерсенде тұрған екен 18 жыл бойы. Теңізбен бірге ары қарай жалғасып кеткен. Сондықтан бұл жерге келетін болсаңыздар, корабльдерге отырып қарап көрсеңіз болады. Ал біз ары қарай библиотеканы іздеп жатқан едік, негізі Королевская библиотеканы. Оның арқасында біраз катокты да көріп қайттық, күшті зданияларды да көрдік. Алайда жолда Крестьяния деген мемлекеттің ішіндегі мемлекет бар, яғни олар өздерінің даттықтарға жатпайтын және өздері бөлек отар мемлекет ретінде өздерін санап, қазіргі күнге дейін өздерінің жеке заңдары деген секілді бар. Королевская библиотека өте керемет, іші де күшті. Және ары қарай біз Christmas Market'тің ішімен ары қарай жүрдік. Біз метроға отырып, метромен үйге қарай жеттік, яғни отельге қарай жеттік. Бұл менің қырғыз подружкаларым. Арасында бізге замокқа да бардық. Оның аты Фредериксбург. Осылай бірінші күнім аяқталды. Мен бұл жаққа воркшоп үшін келгенмін. Сондықтан да бірінші таңғы асты ішіп алдық, әртүрлі сырлар. Ары қарай біз ВОЗ-дың зданиясына кетіп бара жатырмыз. Яғни ВОЗ ең үлкен UN, яғни United Nations'тың зданиясы осы Данияда, Копенгагенде орналасқан. Бұл өте керемет здание. Осында кіріп, ары қарай әрқайсымыз өзіміздің бейджіктарымызды алып, воркшопқа кірісіп кеттік. Воркшопта өте көп USAID, UNICEF, WHO деген секілді жерлердің адамдары келді. Әртүрлі мемлекеттің майдаландары десек те болады. Әрқайсының өзінің көптеген жетістіктері бар. Және осылай біз арасында обед іштік. Бізге осыны күшті лимонад берді. Және енді халал болмағандықтан көп заттар сэндвичтер жедік. Активистердің осындай конференциясында талқылаулар болды. Және біз қыздармен бірге бәріміз Тиволи гарденға қарай кетіп бара жатырмыз. Кішкене демалып отельде, сосын Тиволиға қарай кеттік. Тиволиді көрмей кету ол күнә болып саналады бұл жақта. Сондықтан да Тиволи гарденға қарай келдік. Бұл как раз таки скандинавский палас, яғни скандинавская площадь деген жақта орналасқан. Және біздің қарнымыз ашып кетті. Сондықтан халал жердің тапқандықтан Бургер Кингдің яғни вегетарианский тамағын жедік. Ары қарай Тиволидің ішіне кірдік. Тиволи әрине қымбат екен. Әшейін кіруінің өзі 10 мың теңге. Және аттракциондарына отыру 30 мыңдайына тұрады. Бірақ біз кірдік, бір аттракционға отырдық. Іші өте керемет, новогоднее настроение отыр, жаңа жылдық неше түрлі аттракциондармен. Және бұл негізінен айта кету керек, Диснейлендке дейінгі ең үлкен парктердің бірі ол Тиволи болған екен. Және Диснейлендті жасау бойынша осы Тиволидан вдохновение алып Диснейлендті жасаған екен. Сондықтан бұл бастаушы ертегілік мемлекеттің бірі болып саналады екен. Және осылай біз құрбыларымызбен қайтадан отельге келдік. Осылайша менің күнім бітті. Келесі күні мен таңертең ерте аэропортқа баруым керек болды және өзіммен бірге завтракты алдым. Яғни завтракты отельде ертерек айтып қойса береді. Және мен жанымдағы қыз Ұлыбританияда оқитын қыз, кішкентай, бірінші курс вроде биотехнологияда оқимын деген ғалым. Ал мынау біздегі подземный мост
4 Копенгаген аэропорт деген. Яғни аэропорттың ішіне кірдік. Өте әдемі негізі аэропорт. Бірақ мен барлығын аралауға үлгермедім. Сондықтан тез өзіме жақындарыма, басқаларға сыйлық алуға үлгермегендіктен осы аэропорттың ішінде сыйлықтар алдым. Осылайша шаршап шалдығып әйтеуір Турцияға қарай жөнелдік. Турцияға келіп, ары қарай үйге қарай қайттым. Үйге келсем мороз, минус 45 градус болып тұр екен, дала өте суық. Осылайша менің Даниядағы саяхатым аяқталды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.